Ақмешіт әулие үңгірі Түркістан облысы Бәйдібек ауданында орналасқан. Үңгірдің ұзындығы 254 метр, ені 65 метр, биіктігі 25 метр. Ішінен қарағанда ернеуі киіз үйдің шаңырағына ұқсайды. Жарқабақ саңылауларынан мезгілімен су тамшылап тұрады. Ақмешіт туралы берілген мәліметтердің бірінде Мәскеуден келген геологтар үңгір метеориттің түсуінен пайда болған деген жорамал жасаған. Тарихшылардың зерттеуінше, үңгір тастары энолит дәуірінде қалыптасқан әк тастан тұрады. Ол Орта Азиядағы ең үлкен үңгірлердің қатарына енді. Ғалымдар табиғаты ерекше орынды зерттеу жұмыстарын әлі де жалғастырып келе жатыр. Үңгірдің қай ғасырда пайда болғаны туралы әлі күнге дейін нақты дәлел жоқ. Ақмешіттің тура ортасында тұт ағаштары бар. Ол құдды бір орманды елестетеді. Төбеден бірнеше жерден су жыл 12 ай тамшылап тұрады. Үңгірдің бір кереметі ондағы ауа температурасы қысы жазы 18-20 градус жылылықты көрсетіп тұрады. Ақмешіт үңгірі туралы аңыз әңгімелер өте көп. Солардың бірі Есіркеп қой келді. Батырға қатысты айтылған аңыз. Батыр қалмаққа қарсы жорыққа шығарда кенеттен нөсер жауын жауып кетеді. 10 мыңнан астам сарбаз пана іздеп осы үңгірге түседі де таңғы намазға жығылыпты. Атауы жоқ үңгірді жауынгерлердің бірі Батырдың есіміме атауға ұсыныс тастайды. Алайда Есіркеп қой келді. Батыр бұл ұсынысқа үзілді кесілді қарсылық танытады. Бұл қара таудың қасиетті дарыған таудың етегі. Бізді және астымыздағы аттарымызды жаңбырдан қорғап қалды. Сәждеге жығылып намаз оқуымызға мүмкіндік берді. Үңгір ішіндегі тастары да ақ ұлпадай әппақ керемет әсер қалдырады. Мұның да қасиеттілігі сол шығар. Сондықтан оны Ақмешіт деп атайық депті. Міне содан бері қасиетті орын ұрпақтан ұрпаққа Ақмешіт деп аталып кетіпті. Қазіргі таңда Ақмешітке келушілер саны жыл сайын артып отыр. Үңгірге жылына 100 мыңнан астам адам ниет етіп келеді екен. Олардың көбі өз отандастарымыз болса, қалғаны Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан елдерінен арнайы іздеп келіп тілек тілейтіндер. Туған өлкемнің табиғаты мен тарихын мақтан етемін.